сәлеметсіздер ме оқушылар, дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің өлкемнің ауыл шаруашылығы деп аталады. Енді бүгінгі сабақтың оқу мақсаттарына көз жүгіртсек, сіздер бүгін өз өңірлеріңіздегі және Қазақстанның басқа да өңірлеріндегі адамдардың шаруашылық қызметтерін табиғи жағдайларға байланыстырып талдай аласыздар. Және де ауыл шаруашылығы салалары туралы біліп, өз өлкелеріңіздегі ауыл шаруашылығын сипаттауды үйренесіздер. Балалар, сіздер фермер деген сөзді естігенде қандай нәрсе көз алдарыңызға елестейді? Біз фермер дегенде ауыл қожалықтары, түрлі жер телімдері, техникалар елестейді. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермалар пайда болды. Және сол фермалардың қожайынын біз фермер деп атайды екенбіз. Оның қарамағында көптеген адамдар болады. Жер телімі, техникасы және малдар болады. Және осы техника арқылы олар көптеген нәрселерді өндіріп шығарады екен. Ауыл шаруашылығы бізде өз ішінен өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы деп бөлінеді екен. Ол екі шаруашылықтың да адам өміріне пайдасы орасан зор. Өсімдік шаруашылығына біз дәнді дақылдарды, өсімдіктерді, жеміс-жидектерді жатқыза аламыз. Ал мал шаруашылығына біздің 4 түлік малымыз, жануарларымыз, сонымен қатар осындай балықтарды, яғни жатқыза алады екенбіз. Және осы екі шаруашылықтың да адам өміріне тигізетін пайдасы орасан зор. Енді суретке қарайықшы. Өсімдік шаруашылығы да өз ішінен бірнеше түрге бөлінеді екен. Бірінші ол бізде дәнді дақылдар. Дәнді дақылдар топтамасына қарасақ, біз онда қарайықшы балалар, бидай өнімдерін аламыз, тары, сұлы, осындай өнімдерді біз дәнді дақылдарға жатқыза алады екенбіз. Енді техникалық дақылдар дегеніміз, ол техниканың көмегімен өндіретін дақыл түрлерін айталады екенбіз. Оған біз түймедақ, мақта сынды өсімдіктерді осы техникалық дақыл шаруашылығына жатқызамыз. Келесі біз көкөніс, яғни біз күнделікті пайдаланатын, күнделікті жейтін көкөністеріміз бұл көкөніс түрлеріне жатады екен. Яғни картоп, сәбіз, жуа, қырыққабат сынды бұл көкөністерге жатқызамыз. Ал бау-бақша өсімдіктері ол алма, алмұрт, шие, жүзім сынды өсімдіктер бұл бау-бақша өсімдіктеріне жатады екен. Және олар көбіне бізде бақшаларда, ағаштарда өседі, балалар. Келесі мал шаруашылығы. Суретке қарасақ, біз мал шаруашылығына, яғни 4 түлік малымызды суретке көріп тұрғандай ара, тауық, балық сынды өсімдіктер бұл бізде мал шаруашылығына жатады екен. Бұл мал шаруашылығының да адам өміріне әкелетін пайдасы зор. Мысалы, сиырға қарайық. Сиырдың бізге сүті ішсек ас, жесек, оның еті бізге тағам болады. Сонымен қатар, міне, атты, жылқыны көріп тұрмыз. Жылқыны байырғы ата-бабаларымыз бізде көлік ретінде пайдаланған. Қазір де оның сүті ішсек бізге сусын, жесек еті тағам. Келесі бізде түйені де ата-бабаларымыз бізде көлік түрі ретінде пайдаланған. Бір жерден екінші жерге қоныс аударғанда осы түйені пайдаланған екен. Түйенің екі өркешіне заттарын тиеп алып, бұрынғы ата-бабаларымыз бір жерден екінші жерге қоныс аударған екен. Қазіргі таңда да түйенің пайдасы орасан зор. Оның сүтінің емдік шипасы бар деп те айтады, балалар. Сонымен қатар оның да еті бізге жесек тағам екен. Келесі тауыққа қараймыз. Тауық бізге не береді? Жұмыртқа береді. Жұмыртқаны да біз не істей аламыз? Қуырып, жей аламыз, пісіріп жей аламыз, түрлі тағамдарға қосып жей аламыз. Және де тауықтың еті де бізде жесек тағам. Келесі ара. Ара бізге не береді? Дұрыс айтасыңдар, бал береді. Бірақ бұл балды алу үшін де балалар сондай бір еңбек ету қажет. Оны біз барып арадан балды суырып ала салмаймыз. Ол үшін де адамның еңбегі орасан зор. Осы балдың адамға тигізер пайдасы өте көп екен. Оның емдік шипасы бар деп те жатады. Келесі балық. Балықты біз тағам ретінде жей аламыз. Осы балықты алу үшін де біздің адамдар не істейді? Еңбек ету арқылы, оны аулау арқылы балықты ала аламыз. Және осы мал шаруашылығы.
Енді балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Суреттегі өсімдіктердің қай топқа жататынын белгіле дейді. Бірінші, астық тұқымдас өсімдікті тауып алуымыз керек. Екінші, техникалық дақыл өсімдігін, яғни техника арқылы алатын дақылдарды табуымыз керек. Үшінші, жеміс жидекті және төртінші, бау-бақша өсімдіктерін біз белгілеуіміз керек. Астық тұқымдас өсімдікке не жатқызамыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар, бізде бидай астық тұқымдас өсімдіктер, иә. Келесі, техникалық дақылға не жатқызамыз? Техника арқылы алатын дақылдарға. Дұрыс айтасыңдар, біз мақтаны техникалық дақылға жатқыза аламыз. Келесі, жеміс жидекке нені жатқызамыз? Дұрыс айтасыңдар, балалар, алманы біз жеміс жидекке жатқызамыз. Ал бау-бақша өсімдіктеріне қайсысын жатқызамыз? Иә, дұрыс айтасыңдар, бау-бақша өсімдіктеріне біз міне тұрған сәбіз, қызанақ, осы өсімдіктерді біз бау-бақша өсімдіктеріне жатқыза алады екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі екінші тапсырма. Суреттердің астына мал шаруашылығының қай саласына жататынын жазамыз. Бірінші бізде не? Бұл бізде мал шаруашылығының сиыр, иә. Келесі қандай? Келесі бізде қой, ешкі, тауық, ара және балық шаруашылығы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді бізде үшінші тапсырма жеке жұмыс. Біз бұл жеке жұмыста мал шаруашылығының өнімдеріне біз белгі қойып шығуымыз керек. Бұл жерде біз өсімдік шаруашылығын жасамаймыз, тек қана мал шаруашылығына белгі қоямыз. Иә, мал шаруашылығының өнімдері бұл бізде тұрған ірімшік, иә, екінші суретте балық, бұл бізде келесі сүт, мал шаруашылығының өнімі. Жұмыртқа, тауықтан аламыз. Сонымен қатар не? Мұнда ірімшік тұр, ет тұр, бұның бәрін біз мал шаруашылығынан алады екенбіз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді, балалар, бүгінгі сабағымызды бекітейік. Егер сіздер сабақты толық түсінсеңіздер, қызыл алманы таңдайтын боласыздар. Ал егер сабақ қызықты болды, бірақ мен кейбір тапсырмаларды түсінбей қалдым десеңіздер, жасыл алманы таңдайсыздар. Ал сабақты толық түсінбедім десеңіздер, сары алманы таңдайтын боласыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, балалар.